Абыройы үшін үнсіз келдім. Тұрсынбектің әйелі қауесеттің рас екенін мойындады. Белгілі әзілкеш Тұрсынбектің жұбайы Мөлдір Мұханова күйеуі жайлы тараған әңгімелердің рас екенін мойындады. Бұл туралы анықтайм.кз тілшісі skifnews.kz порталына сілтеме жасап хабарлайды. Айгүл Иманбаеваның тойында журналист Анна Данченко Мөлдірден отбасылық жағдайға қатысты сұхбат алған. Онда Мөлдір өзі мен жұбайы туралы соңғы кездері тарап кеткен қауесетті жасырмады. Қазір халықтан жасыратын дүние қалмады. Шыны керек, отбасымызда болып жатқан жайтты жігітімнің абыройы үшін жасырып келдік. Бірақ бәрібір ел арасына тарап кетті, деді ол. Қадірлі көрермендер, Мөлдір Мұханованың ашық түрде шындықты мойындап, сабырмен жауап бергені үлкен рухани күштің белгісі шығар. Ел алдында жүрген адамның жеке өміріндегі ауыр сәтті осылайша жұртпен бөлісуі әрине оңай емес. Ол сын емес, қолдау күтіп тұрған сәт. Қоғам ретінде бізге енді табалаудан гөрі түсіністік пен жанашырлықты үйрену керек шығар. Ауыр сөз емес, жылы тілек айтатын уақыт келді. Мөлдірге рухани күш, сабыр және шығармашылық табыс тілеймін.